Келесі олимпиадалық есепті бірге шығарып көрейік. Пайыздар тақырыбындағы есеп берілгені мынандай. Пальтоның бағасы көктем айларында 30%-ке арзандады, ал күз айларында соңғы бағасы 20%-ға қымбаттады. Пальтоның бағасы неше процентке және қалай өзгерді делінген. Алдымен бастапқы бағаны А деп алайық. А бастапқы баға. Бұл баға 30%-ға арзандады, яғни 30% жеңілдік, қалғаны 70%. Себебі барлық толық баға ол 100%-ды береді. 70% баға қалды. Оны А арқылы өрнектейтін болсақ, ол 0,07 А. Осы тұста балалар көп қателеседі, себебі 0,07 А-ны А-дан үлкен деп санайды. Шын мәнінде А 0,07 А-дан үлкен. Бірінші тұста А-ның алдында 1 деген коэффициенті бар, 1 бүтін, а мұнда 0,07 А, бүтінінде 0. Бұл көктемгі баға. Күз айларында пальтоның бағасы 20%-ға қымбаттайды екен. Ойланып қарасақ, қазір 0,07 А ол 100%-дық баға болсын. Қымбаттауға дейінгі. Қымбаттағаннан кейін 20%-ке. Ол 100-ге қосылып 120% береді. Бұл жағдайда біздің бағамыз X болады. X-ті табу үшін келесідей пропорция жазамыз. X тең 0,07 А көбейтілген 120% бөлі 100%. Осы жерде 10-ға қысқартамыз, проценттерінде қысқартамыз. 0,07 12-ке көбейтсек 8,4 А бөлі 10-ға тең 0,184 А. Бұл күзгі баға. Көктемгі бағадан күзгі баға үлкен екені түсінікті. Себебі бұл 0,07 А немесе 0,170 А. 0,184 А күзгі баға. Бастапқыда бағамыз А болды. Соңғы бағамыз 0,184 А. Бұны қаншалықты өзгергені анықтау үшін бастапқыдан соңғы бағаны азайтамыз. А-дан 0,184 А азайтамыз. Бұл тұста 0,116 А шығады. А мұны процент жүзінде айтсақ, 0,116 көбейтілген 100%. Процентпен анықтау үшін 100-ге көбейту жеткілікті. Ол 16%-ді білдіреді. Яғни бастапқы баға 16%-ке азайған. Осымен есеп шешілді.